Әмір жүрмейді, не істеймін мен деймін да. Андай болады да, намыспен тұрып кетесің ғой, жарайды, сау бол деп ше. Қыз басымен шақырдым мен осы жаққа, просто алдыңғы ситуациялар Ернұр тарапына шынымен де эфир сол сияқты әңгіме болғаннан кейін ол да намыстан тұрып кетті да. Бірақ маған келген кезде айтып жатыр да, ұнатамын дейді, не істейміз деген сияқты. Бірақ мен оған айттым, Ернұр, сен қызықсың, негізі мен сен шақырғаннан кейін дәлелдеп, осы жақта халықтың алдында басталды ғой Диана ханым, халықтың алдында жалғастырып көрейік деген. Сіздердікі халықтың алдында басталған жоқ, ол біріншіден. Сіздердікі халыққа дейін, эфирге дейін сыртта басталып кетті. Және Ернұрдың соңғы сөзі, мен бұл жерге келмеймін деген адамды біз не үшін күштеп, зорлап, Ернұр келші деп көндіру керекпіз. Ол кісі айтты ғой, бұл менің соңғы рет эфирге шығуым. Ары қарай мен эфир сыртында жалғастырам, немесе бізде барлығы бітеді деді. Ернұр бір сөзді жігіт. Және мен 100% сенімдімін, Баян, сіздер сыртта кездесіп сөйлескен шақтарыңызда, сіздер сол мезетте ақ татуласып алдыңыздар. Мен кепілдік бере алам ол дүниеге. Оны қанша жоққа шығарсаңыз да, ол хақ, ол айдан анық дүние. Және дәл қазір бізді бір факт алдында қойып отырғаныңыз, мен үміткер қабылдай алмаймын, біз әлі де бір ымыраға, бір келісімге келуіміз керек дегеніңіз, кішкене ақылға сыймайды. Сіздерге танысуға мүмкіндік берілді. Еш нәрсеге қарамастан, танысып көріңіздер дедік. Бірақ қатысушылардың пікірінен кейін ашуланды ма, Ернұр не нәрсеге ашуланды, бірақ сол мезетте таныстықты тоқтатқан өзі. Мен кетем деді, орнынан тұрды кетті, сіз де сол сәтте орныңыздан тұрдыңыз кеттіңіз, орныңызға барып жыладыңыз ба, жыламадыңыз ба білмеймін, әйтеуір көңіл күйіңіз түсті құлазып. Ал одан кейін түк болмағандай, мен оны сүйем дейсіз. Ол мені сүйет дейсіз. Енді сұрақ, сыртта сол ұлан асыр махаббаттарыңызды дәлелдеп жалғастыруға сіздерге не кедергі? Ақыры сізге үміткер керек жоқ. Үміткер керек емес деген сөз, сізге қосылайық жобасы керек емес. Өйткені айналып келгенде бұл жобаның басты мақсаты әрі шарты өзіңнің сүйіктіңді табу. Сіз таптыңыз, ал таппасаңыз, демек сіздің бұл жобаға келудегі мақсатыңыз мүлдем басқа. Диана ханым, осы орайда айтайыншы, сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Негізі Диана ханым, мен былай ойлап отырмын да, негізі Ернұр өзі жалпы осында болған қатысушылардың пікірлеріне және халықтың жазған комментариясына қатты бір көңіл бөлетін сияқты. Және де кім Баян айтып жатыр ғой, мен осы жерде жалғастырғым келді деп. Изначально, мне кажется, ол просто Баянда Ернұрдың сезіміне бір күмән болған сияқты, 50-50. Егер де осы жерде дәлелдейтін болса, бәрі жақсы болатын сияқты деген сияқты. Бірақ та енді мен кейбір қатысушыларды түсінбеймін да, Диана ханым, осы қосайық жобасын бір ойыншық көре ма, қалай мақан деген сияқты да, сыртта жалғастырамын, тоқтатамын деген сияқты. Сол сияқты енді мен Баянға сұрақ қойғым келіп отыр. Егер де Баян, сенде сезім бар болса, шынымен сен осында, егер де мысалы Диана ханым айтып жатыр ғой, келмейді деп Ернұр, сен ары қарай осы жерде үміткер қабылдап, сыртта Ернұрмен ара қатынасты жалғастырғың келіп тұр ма сонда? Нұрсұлтан. Диана ханым, қайырлы күн, қалайсыздар? Бұл жерде бұлай болып отырып, приоритетке бірінші жоба тұрған болып атқан сияқты да. Егер де шын мәнісінде сыртта бір жақсы көретін ғашықтарың болсаңдар, айналайындар, шығып далада үйленесіңдер, неғып отырсыңдар деген сияқты мұқтаж жоқ бұл жерде. Бірақ Баянға ол енді, Диана ханым Баянды бір Ернұрға бір ғашық деп мен де айта алмаймын. Өте ғашық, бір екеуінде бір сезім бар деп те айта алмаймын. Просто Баян енді кешір қатты айтсам, бірақ мен сені танимын ғой, өзім айтқан Баян бірінші сөйлейді, кейін ойланатын адамдардың қатарында деп ойлаймын да. Бірінші сөйлеп қояды, кейін ойланады. Негізінде тоқат ерсін. Былайша келгенде Диана ханым жобадан шығып кетуге 100% шартын бұзып жатыр Баян. Негізі қазірде шығарып жіберсеңіздер сіздердің қолдарыңызда. Өте дұрыс айтасыз, Нұрсұлтан. Сондықтан бүгіннен бастап Баян қосылайық жобасының қатысушысы емес. Бір емес, бірнеше мәрте ескерту жасалды, тіпті барлығына кешіріммен қарап, мүмкіндік бердік екеуіңізге, ол мүмкіндікті сәтсіз пайдаланған сіз және Ернұр. Басқа қатысушыларға сабақ болсын, мүлдем бір жылы жүрек болып кеткен сияқтымыз.
шарт бұзылды, біздің жаза осы. Ең маңыздысы мүмкін Қосылайық жобасының арқасында сіз өз сүйіктіңізді, өз болашақ жарыңызды таптыңыз. Иә, Диана ханым, түсінем, барлығын рахмет. Негізі аз уақыт болса да үйреніп қалдым сіздерге. Өте сондай жақсы адамсыздар. Қатысушылар рахмет. Енді Ернұр деп қалдым ғой, шынымен де сыртта танысып көреміз. Болмаса болмады, енді болса сол. Болмаса деп әлі жаман ойламаңыз, енді екеуіңіз де толығымен өз ойларыңызбен, пікірлеріңізбен бастадыңыздар ғой бұл таныстықты. Таныстықты бастадық қой, просто мен енді үлкен қызбын ғой, Диана ханым. Негізі бұл жоба маған керек еді. Просто болмай қалса сыртта. Біз алдыға қарай кеткен жоқпыз да әлі, ұнату бар. Бірақ қуаныштымын, самый главный, Ернұр бар, танысып көрем, я. Нормально болатын шығар енді. Жақсы болсын, біз де сондай тілектеміз. Екеуіңіз де барлығы жақсы болып, тіпті тойға дейін жетіп жатса, әрине біз тойхана ретінде Қосылайық жобасының мейрамханасын, студиясын өздеріңізге сыйға тарту ете аламыз. Бүгіннен бастап барлығы үшін рахмет, Баян. Рахмет. Сіз Қосылайық жобасының енді қатысушысымыз. Рахмет.